Кыргыз жарандарынын Кытай жарандары менен никеге турган учурлардын саны 60ка жеткен. Анын 44-ü этникалык кыргыздар. 2010-жылдын 2018-жылдар аралыгында Кыргызстандын 60 жараны Кытай жарандар менен баш кошушкан. Алардын 44-ü этникалык кыргыздар. Бул тууралуу бүгүн 25 январда мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алина Шаикова билдирди. 8 жылдын ичинде Кытайдын 60 жараны кыргыздар менен никеге турушту. Алардын 44-ü Кыргызстанга көчүрүлүп келинген этникалык кыргыздар деп билдирди. Ага кошумча төраганын айтымында бул жылдар аралыгында республика боюнча жалпысынан 17609 кыргыз жараны чет элдик жарандар менен никеге турган. Ал эми премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өз учурунда азыр коомчулукта 6000 кыргыз жарандары кытайлар менен никеге турду деп айтып жатышат. Ал эми чындыгында алардын саны 60. Ага кошумча алар көпчүлүк учурда этникалык кыргыздар менен никеге туруп жаткандыгын унутпашыбыз керек деп кошумчалады. Премьер-министр айткандай, эгерде кыргыздар чет орус жарандары менен никеге турду десе, анда алардын көпчүлүгү Россиянын жарандыгын алгандар экенин унутпаш керек. Мындай кайгылуу окуя жасоонун кереги жок, деп кошумчалады Абылгазиев. Булак Барометр Чекиткейжи. Сонда өзінің қас жауына, дінсіз кәпірге өзінің қызын бермей тұр. Ал бүгінгі біздің қыздарымыз ойланбастан кетіп жатыр. Ондағы нәрсе не? Дүние. Дүние деген нәрсе боқ, айналайындар. Бүгін бар, ертең жоқ. Сол Қытайдың бар пақашаян жегеннен не пайда ол? Одан да қазағыңмен бірге қазғартаңды жеп, қымызыңды ішіп, сонымен бірге отынмен кіріп, суына шығып, ауылда тұрсаң да, осы туған жеріңде ата-анаңмен бірге қасында болып, одан асқан арман бар ма? Қазақтың санын көбейтіп, ата-аналарыңыз сізді бала кезіңізден бастап мәпелеп өсірді. Құндақтағы сәби 9 ай 9-ын көтерді шешеңіз. Өліммен өмірдің ортасына жатып сізді босанды. 2 жыл емізді. Әкең бүткіл жағдайын жасады. Сыртта жүріп ақшаңды, телефоныңа дейін, бүткіл киімдеріңді. Енді міне қызымның қызығын көрем. Ұлды ұяға қондырам, қызды қияға қондырам. Құда болам, төрде отырам. Ертең немере сүйем деген кезде бір қысық көз Қытайдан барып үйленіп жатсаң, ят емес па ол? Әке шешеңнің намысы қайда? Олардың берген тәрбиесі қайда? Айналайындар. Сондықтан әрбір қазақтың қызы ойлану керек. Ол дүние деген нәрсе боқ. Ертең сол өзінің осында қазақтың жігіттері байиды. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейді. Қаншама достарымыз бар. Студент болып үйленіп атады. Кейінде үйін алып, мәшинесін алып, жағдайын жасап атқан. Алла Тағала беріп те сынайды, алып та сынайды. Дүние бүгін бар, ертең жоқ. Бірақ адамзатты сұлулықпен, мансаппен, байлықпен дүниемен өлшеуге болмайды. Адамзаттың өлшемі оның руханиятында, оның тектілігінде, мәрттігінде, оның адами құндылығында оның. Міне нағыз адам, міне текті адамға үйлен. Көрдің ба? Сонда сенің ұрпағыңда текті болады. Hazır Serdavski Lomu'dan Bişkek Guvur'dan ballar gelmeyince kütüp durağız. Allah gelsin, Allah'ın koluna tavşan veriyoruz. Makul mu? Tavşan veriyoruz da gittik oldu. Bizim işe şok edildi. Hiç kimse TV yok, sok köy yok. Bolunlar TV'si. Oldu ballar. Ballar tüç, benim ballar. Oldu, sığın böyle. Tüç, tika. Tetik, Kırgız kızlardan bucak alıp çıksa var sonra. Tetik, alıp çıksa. Kızlar tikonla tarihini çıkalım. Alıp çıksa. Uyan kalk yani. Şu tam. Kızlar, beri karagıla. Kara beri. Atelegir aytıkça karagıla beri. Atelegir aytıkça karagıla. Hadi sen bol işte. O şu karabayı sor kana. Onu da giyinmeli mi? İnne arada otasın. Karagıla tanış kızlar çıkıp olalım. Evet. Köpçülüğü olur. Çok tanış kızlarımız var bakın göre oldu bakın. Baykelerin tanıyız biz var. Evet, çok çıldı var kız. Çok saçın karıp koç görüp bayın. Kıtaylardan tayt mı? Özgür namuslar özgür korkmazmaganda ki kadet. Ne Kırgız'da kalmadığı siler gittik. Boğunda kızları görüp durmayınca baykelerin yer vatanlara metten kişiler hıylayın durursa değil. Kanday bu değil. Düşünse var ki. Hıyla turasın aklı öyle talpeli.
апаңардың сүтін енді ақ сүтін ақтайын деп жүрген қыздарға сүртесіңер ғой айналайындар. Мына азбен күндіз оқуға барасыңдар, ай шырақтай жасаңдар. Сен жаңа ақша керек болып отыр да баруға, қанша қыз бар, қанша Қытай бар, айтып болады? 22 қыз байке. 17 Қытай бар. 17 Қытай бар. 17 Қытай тұрады. Анан балдарға айтамыз, керек байгелер айтамыз да, келіңдер деп, жаңағы тапшырып қойып Да. Не стесняйся, сюда смотри. Да, смотри. Владимир Борлов. Еще раз в камере будет, это ханам. Объясни. 不是，他还要找一个一个来照啊。 Бұл жерде бүгінгі күнге чейин Бишкек шаар тургундарынан бизге көп кайрылуулар, арыздар түшкөн да. Ушу караоке клубтарда кыздарды алып келип, ошол бузукулук жактарга алып кетет деген да. Мына ошолордун бири бүгүнкү күн ушул караоке клубуна келип, Кыргыз чоролор коомдук бирикмеси иш жүргүзүп атабыз. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, канча 22 кыз бар екен. И қанша? 17 Қытай. 17 Қытай жараны бүгінгі күнде табылды да. Бұлар караоке деп, ошол караокенің алдына жамылып алып тұрып, ошол сойтылық жақтары болып атат екен да. Бізде меморандумдар түзүлгөн. Буга чейин дагы бир топ иш-чараларды кылганбыз. Мына Ички иштер министрлиги менен, УКМК менен ошол негизинде бүгүнкү ишти жасап жатабыз да. Энен негизинде ошол көрүнүштү ошого ишенем деп айтып атасыздар. Бул жерде негизги түпкүлүгүндө бул кыздар дагы биздин бир кыргыздын малуулугу. Мына негизи кыргыздар кыздарды абдан сактап келген, ата-бабалар. Бул кыздарды мындай жорго аттарга мингизген. Мына бүгүнкү күндө момундай иштерге барып туруп биздин келечекте тукумубуз эмне болот? Улутубуздун келечеги эмне болот? Мына бүгүнкү биздин ушул көйгөй өтө тынчсыздандырат да. Бул биздин иш-чаранын башталышы үчүн бизде дагы башка жактардан алынган көп маалыматтар бар. Ошол коргоо органдары, мамлекеттик органдар менен биргеликте мындайлар көптөгөн иш-чараларды кылабыз. Мыйзамдарды кабыл алганга жогорку кеңешке кайрылабыз. Мына жерде 17 Кытайга 19 официантка деп айтып аткан кыздар жүрүшөт. Кыздардын сөзү боюнча булар официанткабыз дейт, бирок мында баары сакталат. Жигиттер, бияка келечи тактын, келди жүрүң. On priera了，如果赶紧别了，也是帮忙给他们。我就用这里找孩子来了，是不是？我生了别了，那我生他都也是别了，他帮忙给他们。你把现在在我跟你说，我现在我的钱包，想让他们给我拿走。我在门口。没进来，没进来。我是在门口，我们两个买东西的，我们到这里面买烟去了，他把我东西全部掏走了，我现在不知道怎么回事。吃了路，拉到不离开了，我别的不吃的呗。我们找人呢，我们住在一起。上次要started。你们这样子不老好。
Это где было? На улице или здесь? давай бе. Это на улице. Сот, райондық сот, бұл кишини үй қамағына шығарған. Мына көріп отырсыздар, бұлар үй қамағында дағы эмне иш кылып атат. Мына ошо үчөөнүн бирөөсү ушул экен. Мына турат бул жерде кайра ачып туруп, кайра иштетип атыптыр. Ушундай маселе менен камалды эле? Ушул эле маселе менен кармалган. Жанагындай притон ачкан үчүн, Ооба, притон ачкан үчүн. Мына менин кагаз эмеспи? Сүрөттөр. Келбей жаткан балдар ошо үчүн чалган жаңы беришти, жакшы болду мына, эми чыкпашты. Жакшы болду. Товарищ был осужден Свердловским районным судом за открытие притона. И сегодня он свободно здесь, как хозяин, организовал второй притон. Так получается? Переведите, пожалуйста. Он говорит сейчас, я не начальник. Он могу. Он сейчас говорит, что он не начальник. Он сказал начальник. А зачем он сюда пришел? Зачем он сюда пришел? Он приезжает,就是пиво, караоке поет. Петь хочет, да? Он сказал. Петь хочет? Хорошо поет, да? Нет, я вам официально заявляю, что он здесь сейчас сегодняшний день является администратором. Он врет нагло. Он администратор. Как его зовут? Как зовут его? Как зовут его? 随便说一个而已，你说。Джима. Джима, по-китайски как? Джима. Джим Чин? 随便，中国名字随便叫一个。 Как зовут? По-китайски. Джима. 他说。 Geldi уже балдар келишти. Ну давай, киргиз. Чем он занимается в Казахстане?